Енем басқасын ұната алмай ма? Сәлден кейін қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, және де Нұрсұлтан мен Перизаттың таныстықтары, жұпты қарақатынастар қалай болып жатыр, біліп жатырмыз, және Ғалымжан? Сәлеметсіздер ме деп бастың. Анау Гончарный деген бір ұзақ не болып кетті ғой енді. Алдына менен барып бұйырмаған екен. Өзін сүйіктісімен бұйырыпты, дұрыс қой енді, бұйырмаған нәрсе кетпейді. Сіздерге бұйырған екен. Енді сертификаттан да ұят болды. Қолдаушылардан ұят болды дегенім ғой. Соны айтқым келеді, просто болды. Назым менен барып кел, жаныңда қызың бар ғой. Мен саған айтқам ғой барып кел деп. Кім айтты мені барат деп? Өзі айтқан ғой Назым мен барып келсем болуы деп. Сіздер не туралы айтып жатсыздар? Өткен жолы қолдаушылар жіберген. Иә, соны айтып жатқаным ғой. Біз негізі Гончарныйға бару керек едік, сол сертификат берілген негізі. Сол менімен екеуміз бұйырмапты деймін да. Мына жаққа бұйырып жатыр екен да, бірге бару. Сол Жоқ, бұл басқа ғой. Мүлдем басқа қолдаушылар. Мен екеуі бір ғой, бәрібір. Соны айтқым келгені ғой. Иә. Ал өткен жолы қолдаушылар жіберген, сол сіз айтып отырған, оған бармадыңыздар ма? Оған бармадық біз. Ол сол кей қалды сол жерде. Ят болды қолдаушылардан да. Рахмет. Я болсаң, бізде бары жақсы. Мұрынға қарағанда Нұрсұлтан біраз өзгерген. Бұрын эмоцияға алдырып, дөрекі сөйлеп қойшы еле ғой. Азыр мүлдем андай емес. Тек қана менің көңіліме қарап тұрады. Болашақта мен сәл өткен нәрседен сабақ алмасақ, енді болашақта өзімізге ауыр тиетін сияқты ол нәрсе. Енді әр болған ситуациядан енді сенікі дұрыс емес деген сияқты ашып отырып екеуміз сөйлесе аламыз. Маған осындай нәрсені ұнамады. Маған болашақта ондай нәрсені көргім келмейді деген сияқты. Бұл қыз түсінеді, бұл қыз маған айтады, осындай нәрсені ұнамайды деген сияқты. И оны да енді түзетуге тырысып жатырмыз деген сияқты. Енді әр кездесуде енді бұл қызға енді қылығына ғашық боламын. Мен басынан бастап айтамын ғой, Балашахан. Бұл қыздың қазақша сөйлегені андай бір тәтті сөйлейді, мына жақта кейбір қатысушылар да біледі ғой. Өлең айтқаны вообще анау. Помните, мен бірінші сөз салған кезімде қыз таныстыққа аппағым деген өлеңді айтқан болатын ғой. Мың қараның ішінен мен таныды. Соны күшті айтады, қазір айтып берсінші. Жақсы, тыңдайық. Ал Нұрсұлтан өтініш білдіріп жатыр. Анау сол екі строчкасын ғана білетші бұл қыз. Давай. Мың қараның ішінен Менің таңдап алған аппағым, дәл қазіргі сәттерім, ең бақытты шаттарым. күшті айтады, көрдіңіз. Тек қана бұл жерін білем, я. Жақсы, екеуіңіздің бір-бірлеріңізге қарап, осылай сүйсініп, кез келген қылықтарыңызды тәтті етіп, ер азаматтың еркелеткені менің ойымша ең бір жақсы тәтті дүниелердің бірі ғой. Сондықтан сізге көңілім бөліп жатқаны деп түсінеміз енді. Енді Балауса ханым тәттісі тәтті ғой, бізге де ұнап жатыр. Бірақ та осы Перизаттың соңғы рет айтқаны ата-анасы жайлы сенің мамаң Нұрсұлтанға кездесуіне дегеніне қарсы болған. Одан бері анаңның хабар болған жоқ, мына жерде айтпадың. Одан кейін қазір ара қатынасы Нұрсұлтанға дейтін көзқарасы, таныстан кейін сразу жұптыққа тастаған ұсынысына көзқарасы қалай? Одан кейін Нұрсұлтанға сразу айта кетсем сұрағымды. Сенің де әкең бір айтып қалған жері бар еді, осы қыз не қыласың деген сияқты, бала мен тыңда деген сияқтышы. Қазір осы екеуіңнің ата-аналарыңның бір-біріңнің қарым-қатынастарыңа несі қалай, көзқарасы қалай жалпы? Болсақан, мен бірінші атып беріп қойыншы. Мен ата-анам түсінбей қалыптыр. Саған үйленуге ұсыныс жасаптыр деп ойлап қалыптыр. Тек қана ата-анам емес, көп адамдар жөнтіп жазды маған. Мен анама айтқаным бар, жоқ, тек қана официально мен девушкам болсын деп айтты дедім. Мен өзім ұлы қызмын ғой, ата-анам тек қана өзіңдің жүрегіңді ұқ, егер сен бақыттылы болсаң, біз сенімен бақыттылы болуыз деген сөзілі бар, еш жаман ойы жоқ. Дес сұрағына рахмет. Енді біз жақтан тараптан да енді әкем сөйтіп ойлап қапты, Балауса ханым. Сен уже үйленейін деп жатсың ба деген сияқты. Хотя бы сәл уақытқа қалдырсай деп. Енді мен айттым, дәл қазіргі сәтте үйленейін деп жатқан жоқ. Мен қызым боласың ба деген сондай бір ұсыныс жасадым деген сияқты. Енді кейбір арандатушылардың кесірінен бір әкемнің ойын бір бұзып жүрген кісілер де бар деген сияқты. Енді ол нәрсеге еш нәрсе демеймін. Әкемнің көзқарасы жақсы. Бұйырса енді одан да күшті болады деген ойдам. Енді
пока асықпаңдар, бір-бірін танып біліңдер, ертең отбасы болған қиын негізі. Сол моменттерде де енді екеуің бір-біріңді сондай бір тыңдай алатын моменттер болса, сол барлығын обрабатывать етіп, жұмыс істеп, сол нәрсемен содан кейін ғана бір сондай Нұрсұлтан, арандатушылар деп кімді айтып жатсыз? Орталарыңызға түсіп жүрген біреу бар ма? Жоқ, Перзат екеуміздің емес. Иә, жаңағы әкеңізге қандай Әкемнен ақпарат ойын өзгертіп жүрген кісілер бар. Балауса ханым, оны үйтіп ашып айтқым келмейді. Енді сол моментте де айтып қалған болатын. Енді ой, естіп айтып жатыр деген сияқты кейбір ақыл айтқыс кісілер болады ғой өмірде көп қой ондай кісілер Балауса ханым. И сондай кісілерге тек қана жауабым, дәл қазіргі сәтте мен өміріме ақыл керек емес Балауса ханым. Мен әкемді тыңдаймын, мен жақын адамдарын тыңдаймын. Себебі мынандай нәрсе, мен Балауса ханым өз-өзім жасаған баламын. Мен әпкеммен өскен баламын. Кішкентай кезімізде де көптеген қиыншылық болды, анам өмірден озғаннан кейін. Енді әпкем екеуміз бір-бірімізді қолдап сүйрелеп, кішкентай болсақ та әйтеуір сөйтіп өскен қыз жігіттерміз да біз. Енді өмірде сол моменттерде енді анам өмірден озғаннан кейін бәрі теріс айналып, енді әпкем екеуміз нанға ақша таппай аш қалған кезімізде қайда болды, оқуға түсе алмай саланда бәрі қалада жүрген кезімізде қайда болды деген сияқты. И сондай моментте бізге көмек бермей, бір внимание бөлмеген адамдар дәл қазіргі сәтте маған ақыл керек емес деген келеді болды. Иә, Балауса ханым. Әпкеңіз не деп жатыр? Ау? Әпкеңіз? Әпкем полный қарсы, бұйырса Алла қаласа таныстырам деген ойдам. Бұйырса жаңа жылда келеді Балауса. Нұрсұлтан, сіз қарсы дедіңіз ғой? Кімді? Әпкем. Әпкем қарсы мен? Қазір басқаша айтсаңызшы. Иә, Балауса ханым. Шатасып қобалжып отырған сияқты. Айтсаңызшы, риза деп, солай айтайын деп жатсыз Балауса ханым, мен айтып кетейінші. Мен әпкесім жазған смс-терін көрдім. Сен бақытты болсаң, бізделі сен выборыңды примем деп жазғаны бар екен. Я башқа ешесі қарсы болған жоқ. Тұратын сен болашақта, сен әйелің болатын, бірге тұратын, болашақта сенімен бірге болатын. Дәл осы қыз. Енді жүрегін сол қызды қалап тұрса, онда ешқандай қарсылығымыз жоқ. Сен бақытты болсаң, онда біз де бақыттымыз деген сондай бір ізгі тілегін айтқан. Енді жаңағы айтылып жатқан сөздерден кейін қобалжып кеткен шығарсыз, түсінемін. Әсіресе кішкентай бала кезіңізде, бала болғанда бәлкім ойламайтын шығар, бұл үлкен азамат болады, өседі, өнеді. Сол кезде бір көңілі бір жаутаңдап қалады-ау деген секілді ой болмайтын да шығар кейде үлкен ересек адамдарда. Бірақ сіз өзіңіз сіз ер жеттіңіз, әпкеңіз бой жетті, бір-бірлеріңізге тіреусіздер, және дәл қазір сізді қолдайды деп айтып жатсыз Перизатпен қарым-қатынаста. Әкеңіз қолдап жатыр ең бастысы. Иә, әкемнің ойы пока бір қалыпты Балауса ханым. Енді одан да бір жақсы қылуға ниетіміз бар. Бұйырса, енді әпкем бұйырса жаңа жылда келеді деген ойдам, өзім шақырдым енді қонақ қылып. Сол кезде бір реті келіп жатса таныстырам деген ойдам енді. Бәлкім танысудың күні алыс емес, иә? Енді болашақта да менің анамның орнына ене болатын кісі сол кісі, мен әпкем. Сол себепті де енді сондай бір ниетім бар, енді таныстырсам деген. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, енді ер жетті деген сияқты. Иә, ол нәрсенің барлығы жүректе қалып қояды Балауса ханым. Енді өмірімде мен танымайтын туысқандарым, мен Ханзада алдым ғой Балауса ханым. Ханзадалықты алған кезде бір бөтен номерлер звондап, 4-5 жыл вообще араласпаған кісілер звондап, құттықтап. Сонда мен әкеме де айтқан сөзім бар да, бұндай кезде маған ақыл айтпасын, не істемей қой. Сонда мен бір нәрсе жасауым үшін, маған звондау үшін, сонда мен бір жетістікке жетуім керек па деген сондай бір сөз болды да мен аузымнан. Енді әкеммен де сөйлесіп, ашық барлығын айтып сөйлесіп болдым. Бірақ әрине түсінемін, Нұрсұлтан, сіздің ойыңызды. Бірақ дегенмен де кейде бір айтамыз ғой, осы мені пайдалану үшін хабарласады, немесе керек болғандықтан деп хабарласады деп жатамыз ғой. Бірақ керек болудың да өзі маңызды нәрсе. Сіз көп адам тіпті керек болмауы да мүмкін. Сіз қайта мақтаныңыз, сізді ер азамат ретінде көріп, Нұрсұлтан да ер жетіпті ғой. Біз осыған хабарласайық, байланыста болайық. Тіпті бір нәрсе сұрап жатса көмектесуге тырысыңыз, өзіңіз беруші болғанға не жетсін? Иә, әрине ол нәрсені түсінем Балауса ханым. Бәлкім осы нәрсе, менде осы күнге дейін андай бір позиция болды. Кезінде мені керек етпеген адамдарға қазір маған керек емес. Дәл қазіргі мен өзім жасап алған моментте деген сияқты менде позиция бол. Бәлкім бұл мен қазір айтып жатқан нәрсем, мен ойым, бәлкім дұрыс емес деп ойлаймын. Сол себепті де болашақта енді бұл нәрсемен жұмыс істеп көруге де тырысамын. Алла қаласа. Жақсы.
сұрайын деген Аян. ғой жаңа. Мына жерде енді қазір Нұрсұлтанның отбасы жайлы естіп алдық толықтай, иә. Нұрсұлтанның отбасы қалай қолдап жатыр, әкесі қандай ойы бір қалыпты екенін бәрін естіп алдық. Бірақ жаңа Перизаттың бір сөзін естіп кеттім да. Перизат айтады, ол кісілер жаңа ренжіп қалды деген сияқты айтып еді ғой басында. Олар жаңағыдай үйленуге сөз салды ма деп ренжіп қалды дейді да. Сонда үйленуге деп сөз салса оның несі жаман? Или Нұрсұлтанды қабылдамай ма олай? Жоқ, сен мен тура емес түсіндің. Біз таныстықты бастағанымызға бір күн болды ғой, бір күннен кейін еле жұптыққа сөз салды. Біз танысқанымызға қанша 4 ай еле болды ғой. Мен қыз баласымын, тұрмышқа шыққаннан кейін большая ответственность бұл. Ошоға ата-енем анам айтқаны бар, қызым, шашылба, бұл все-таки ер азаматын сынаш керек, бардық ситуацияда көріш керек. А потом уже, если реально бір-біріңерді сүйгөнүңөрдү сезсеңер, потом уже отбасы құрсаңар болот деп айтқан. Мен жерде просто былай түсінемін. Ата-енем дагы, бир туугандарым дагы эч качан менин бактыма каршы болгон адамдар эмес. Осы ханым менде бір сұрақ болып тұр. Кеше осы Әділет пен Әсемнің тойында мен көрермен болып отырған кезде бір жағымсыз бір ситуацияның куәгері болып қалдық деп ойлаймын. Халық болып сол моментте Шолпан ханым қағып алған гүлін Перизатқа берген болатын. Перизат енді білмеймін, бір алғысы келмеді ма, бір мүмкін күтпеді ма деген бір не болып қалды да, реакция болып қалды. И сол моментте Нұрсұлтанның тарапынан өзінің қазіргі жұп қызын кішкене түсірген сыңайлы болып көрініп қалды негізі сырт көзге. Менің жасым әлі 21-де ғой, сен 27-ге келдің ғой, менде уақыт бар деп айтып қалды да. Сонда Нұрсұлтан, бұл сөзің сенің өзіңе білмеймін қалай сезілді, бірақ сырт көзге сен Перизаттың жасын түрпідей тиек етіп, халықтың алдында бір қызды түсірген сияқты болып көріндің. Иә, Балауса ханым ол нәрсені маған көп кісілер жазды. Енді ол нәрсені дұрыс емес қабылдап қалды Балауса ханым, немесе мен дұрыс емес жеткізіп қалдым. Дәл сол отқан моментте енді гүлді бар тосып ал дедім ғой мен бұл кісіге ше. И жоқ, әлі ерте ғой дейді. Перизат, мен жүре берем ғой деп жатырмын да. Просто тез болғаны бізге де жақсы болашаққа. Үйленгеніміз саған керек қой дедіңіз ба? Жоқ, үйленгеніміз саған керек. Сіз қызық екенсіз. Негізі сіз айтқан кезде мен де ойланып қалдым. Енді сіз бір Перизатқа бәлкім әзілмен тиіскіңіз келген шығар деп ойладым да, бірақ бір ойланбай айтып қалды ау деп ойлап қалып едім. Перизат, сіз қалай түсіндіңіз? Айтарсыз, бізде жарнама уақыты болып қалды, жарнама.